Мен Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Өргебас бөлімшесінде кішкене ғана бір ауылда қарапайым жанұяда дүниеге келдім. Атамыз Өзбекбай діндар, білімді, ел ішінде көшбасшы кісі болған. Әжеміз Айжан ол кісі де кішкене балаларды оқитын, дем салатын, сөзге шешен, айтыскер, бір суырып салмалық ақындығы бар кісі болған екен. Мүмкін үлкен нағашыларымыз жағынан мен бойыма дарыған болуы мүмкін. Әкем жалғыз ұл, жалғыз қыз болып өсіп, бірақ жалғыздығына қарамай шаруаға ерте араласып, біз жақта мақта өседі ғой, сол мақтада неше жыл, ұзақ жыл енді мақта шаруашылығында бригадир болып қызмет еткен. 2000 жылы денсаулығына байланысты, денсаулығынан 53 жасқа қараған шағында дүниеден озды. Анамыз үй шаруашылығындағы адам. Өзім 5 қыз, 4 ұлдың ішіндегі екінші перзентімін. 1985-95 жылы өзім туып өскен ауылымда орта мектепті бітірдім. 96 жылы ауданымыздағы Жетісай қаласындағы гуманитарлық педагогикалық колледжіне оқуға түсіп, 98 жылы сол қаладағы Сырдария университетіне филология факультетінде сыртқы бөлімге ауыстырып, сол жылдан бастап өзімнің туып өскен ауылыма қазақ тілі пәні мұғалімі болып орналастым. Жалпы сол кезде менің еңбек қызметімнің алғашқы сәттері басталды. Алматыға келгенімізге де 20 жылдан асты. Алматыға келгеннен кейін Алматы қаласы Медеу ауданы әкімшілігінде әлеуметтік бөлімінде 10 жылға жақын қызмет еттім. Қазір көп балалы анамын. Үлкеніміз қазгудың студенті, кішкентайымыз 5 жаста садикте балабақшада.